Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен светофор салатын бірге жасаймыз. Кез келген қонаққа ұнайтын, дәмі өте керемет, өте оңай жасалатын керемет салаттың рецептімен бөлісемін. Бұл салаттың ерекшелігі құрамындағы заттардың бір-бірімен керемет үйлесуінде. Ең алдымен 500 грамм сиыр немесе жылқы етін осылай қайнатып аламыз. Одан кейін 3 түрлі болгар бұрышы қажет. Әр түсінен 2-2 штуктан жеткілікті. Видеода көрсетілгендей етіп 3 бұрыштап турап шығамыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Түрлі түсті бұрыштарымызды 3 бұрышты етіп турап болған соң, сковородкамызға азғантай ғана май құйып, орташа отта қатты пісірмей, жартылай тірі етіп қуырып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай қатты жұмсақ, қатты пісіп кеткен жоқ, осылай орташа етіп пісіріп алдым. Қуырылған бұрыштарымызды жақсылап суытып аламыз. Одан кейін кіші бір банка корнишонды турап шығамыз. Дәл видеодағыдай етіп тураңыздар. Егер де сіздердің корнишондарыңыз өте майда болса, екі шетін алып тастап, бүтіндей сала берсеңіздер де болады. Қайнап піскен сиыр етін суытып, одан кейін ұзыншалап соломка етіп турап шығамыз. Бұл салатқа тек қана свежий көкпиязды ғана қолданамыз. Көкпиязды тураудың да өз әдісі бар. Бәрін бірге бумамен бірден турай салмаймыз. Осылай жеке-жеке екшеулеп қиғашынан турап шығамыз. Ал енді бұл салаттың дәмінің ерекшелігі екі түрлі кетчуптың үйлесімділігінде. Кетчуп кез келгені бола береді. Осындай Три желания немесе Махеев фирмасының лечо және шашличный түрін қолданыңыздар. Екі түрлі кетчуптың тек қана біреуін салып қана қоюға болмайды. Осылай екі түрлі шашличный және лечо түрінің керемет дәмінің үйлесімділігімен осындай әдемі салат шығады. Үйде жасап көріңіз, кез келген адамға ұнайды деген ойдамын. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.